Баршаларыңызға қайырлы күн. Плов дайындауға кірісейік. Қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді салып қуырамыз. Етіміз қуырылғанша пиязымызды турап дайындап қоямыз. Сәбізімізді де турап дайындап қоямыз. Ұзындау қылып, жұқа емес, кішкене қалыңда болса тіпті жақсы. Өйткені қуырған кезде жұқа сәбізіміз бөлініп көрінбей қалады. Етіміз қуырылған соң пиязымызды саламыз, тұзымызды саламыз, қара бұрыш, сонымен зира, өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай. Сонымен және де бір тілім сарымсақ, ұсақ турап, салып, араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Пиязымыз кішкене қуырылғаннан кейін сәбізімізді қосып, араластырып, жауып қоямыз, кішкене қуырылсын. Енді кезекте күрішімізге келді. Бір кесе күрішке 2 кесе су құямыз. Бірден су құймаймыз, кішкене қуырып аламыз. Ол одан әрі дәмді болады. Енді суымызды құйып, отымызды ақырын басып, бұқтырып қоямыз 10-15 минутқа. Міне күрішімізде дайын болып қалды.